18 қазанда рухани келісім күнін атап өту дәстүрі 1992 жылдан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша аталып өтілуде. Рухани келісім күніне орай Теміртау қалалық тарихи-өлкетану музейі дін тарихы, діни ғибадат заттар арқылы экспозициясын ашты. Экспозицияда бірнеше жылдар бойы жиналған және музейге қаланың діни ұйымдарының басшылары сыйға тартқан фотоқұжаттар мен діни ғибадат заттар көрсетіледі. Қазақстанда қолданыстағы заңнама Конституцияда жазылған діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң азаматтардың діни сенім бостандығын құқықтарын іске асыруға кепілдік береді. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының елордасы Нұр-Сұлтан қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер форумын өткізу идеясын ұсынды. 2003 жылдан бастап Қазақстанда әлемдік және дәстүрлі діндердің 6 съезді өтті. Бүгінде Теміртау қаласында 14 дін бірлестігі жұмыс істейді. Жер бетінде болса 5000-ға жуық дін бар. Бірақ олардың тек 3-еуі ғана әлемдік болып саналады. Ислам, христиан және буддизм. Ислам діні біздің заманымыздың 7 ғасырында пайда болған. Мұсылмандардың басты кітабы Құран. Тек араб тілінде жазылған Құран кітап қасиетті саналады. Ол 114 сүренің 6200-ден астам аяттарынан құралған. Бұл пайғамбардың Алланың атынан айтқан сөздері. Ислам дінінде Алланы зікір ету үшін немесе жаратушының 99 есімін қайталап айту үшін қазақ халқы тәспіні қолданады. Имамның киімі. Шапан. Шығыс адамның дәстүрлі киімі. Сүнне бойынша имам міндетті түрде киіп жүру керек. Сәлде. Ұзындығы 2,5-нан 8 метрге дейін жететін тақияны немесе басты айналдыра орайтын мата. Мұсылмандар үшін ол қасиетті, өйткені оны пайғамбар Мұхаммедтің өзі киген. О дүниеге аттанған мұсылман адамға сәлде ақырет ретінде қолданылады. Сәлдеден айырылып қалу масқаралыққа жатады. Құрметті жасыл сәлдені қажылыққа барып келген адамдар ғана киеді. Христиан діні біздің заманымыздың 1 ғасырында пайда болған. Христиан діні құрамы жағынан біркелкі емес. Ол 3-ке бөлінеді: православие, католицизм және протестантизм. Христиан дінінің қасиетті кітабы Библия. Ол ескі және жаңа өсиеттерден тұрады. Православие христиан дінінің шығыс тармағы. Православиялық дінге құлшылық ететін адамдардың ерекшеліктерінің бірі ол мойынға тағылатын крест. Бұл крест бастапқыда шоқынған кезде тағылады, содан кейін шешілмейді. Православиялықтар мен католиктердің крестінің айырмашылығы бар. Православиялықтардың крестінде Иисус 4 шегеге керілген. Православиялық дінде иконаларға ерекше орын береді. Иконалар Құдайдың қасиетті бейнесі немесе шіркеулік библиялық бір оқиғаның бейнеленуі. Иконалар ерекше канондарға сай жазылады. Православиялық христиандар иконаға материалдық құнды зат ретінде емес, олар иконадағы бейнеге табынады. Православиялықтардың көбісі мойнына жіпке байланған образектарды тағады. Бұл тұмар ретінде тағылатын кішігірім икона. Ғибадатханадағы құлшылық шіркеулік славян тілінде жүргізіледі. Шіркеулік славян тілі бұл ерекше тіл. Ол Құдаймен қарым-қатынас жасау үшін арнайы пайда болған. Православиялық діни қызметкерлердің киімі ол камелавка, қызыл, сиякөк, қара түсті болып келетін священниктің бас киімі. Иисус Христостың тікенекті қара өрнектен өріліп басына тағылған шеңбердің белгісі. Филонь. Мұны діни қызметкерлер басқа киімдердің үстінен киеді. Эпитрахиль. Діни қызметкерлерге қасиетті рәсімдерді орындау үшін берілетін ерекше қос рақымды білдіреді. Эпитрахильсіз діни қызметкер ешқандай қызметті атқара алмайды. Белбеу. Эпитрахильдің үстінен киіледі. Құдайға құлшылық етуге дайын екенін білдіретін киім. Поручи. Баумен тартылатын жеңдік. Бұл Иисустың жаны қиналған кездегі қолы байланған баулар. Белдемше. Иығынан өткізіліп, оң жақ жамбасына киетін рухани қылыштың белгісі. Католицизм. Католиктердің православиялықтар сияқты басты кітабы Библия. Олар үшін діни сауаттылықты ашудың тағы бір қайнар көзі катехизис. Догманың негізгі ережелерін қамтитын кітап. Католиктердің крестінде Иисус 3 шегеге керілген. Католицизмде Құдай анаға, Дева Марияға табыну ерекше роль атқарады. Бір кездері ол киелі рухтан жүкті болды және жан тәнімен көкке көтерілді деген догма қабылданған.
Бұл діннің қызметкерлерінің киімі ол сутана, сыртқы ұзын киімдері, манталетта, женсіз желбекей, жоғары дәрежелі қызметкерлердің киімі. Протестантизм христиан дініндегі бағыттардың бірі. Бүгінгі таңда әлемде 300-ге жуық протестанттық христиан ағымдары бар. Протестанттар үшін Библия дін танудың жалғыз қайнар көзі. Олар әрбір адам киелі жазбаны оқып, өзінше түсіндіруге құқылы деп санайды. Протестанттар Құдаймен қарым-қатынас жасау кезінде арасында адам салмайды. Сондықтан оларда дін қызметкерлеріне кінәсін айтып, тәрбиеге келу деген жоқ. Дәл сол себеппен олар иконаларға және мүсіндерге табынбайды. Буддизм біздің дәуірімізге дейін бірінші мыңжылдықта пайда болған. Оның негізгі қағидасы адам өлсе де оның жаны қайта өмірге келеді. Келесі жолы қандай және кім болып келетінін, қазіргі өмір сүруін, мінез-құлқын, айналысқан ісін байланысты. Барлық діндер бүкіл әлемдегі адамдар үшін қарапайым және түсінікті ортақ қағидаларға негізделеді. Жақынына деген сүйіспеншілік, мейірімділік, қайырымдылық және діни төзімділік. Қазақстан жерінде барлық әлемдік діндер өтті, бірақ ешқашан жанкештілік пен қатыгездік болған емес.